Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы театр тарихы. Сабақтың мақсаты оқылым және тыңдалым материалдары бойынша мәтіннің баяндау желісін сақтап, әр бөлігінен алынған ақпараттардан жинақы мәтін жазу. Жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен құрылымдық ерекшелігіне сай қолдану. Бағалау критерийі: мәтіннің рәсімделуі арқылы оның жанрлық ерекшелігін ажыратады. Мәтіннің баяндау желісін сақтап, әр бөлігінен алынған ақпараттардан жинақы мәтін жазады. Жай сөйлемдерді айтылу мақсатына, құрылымдық ерекшелігіне қарай қолданады. Театр. Театр деген сөз грек сөзінен алынған. Ойын-сауық орны, ойын-сауық деген сөзді білдіреді. Сахналық өнердің өмір көріністерін драмалық әрекет арқылы көрермендердің көз алдында актерлер күшімен бейнелейтін бір түрі. Ойын-сауық немесе спектакль. Түрлі сахналық ойын-сауықтар, сонымен қатар жалпы мәдени шаралар өткізілетін орын-жай. Театрдың тарихи жағынан қалыптасып, даму, өсіп-өркендеу жолы әрбір ұлттың, әр халықтың өмір тұрмысымен, олардың жалпы тарихымен және тұрлаулы мәдениетімен тығыз байланысты. Басқа өнер түрлері сияқты, театр өнері де қоғамдық ой-сананың негізгі бір формасы болып табылады. Театр тарихы. Қызылорда қаласында 1926 жылы 13 қаңтарда Мұхтар Әуезовтың Еңлік кебек пьесасымен және халық өнерпаздары қатысқан үлкен концертпен тұңғыш рет театр шымылдығы ашылды. 1929 жылы театр труппасы Алматыға қоныс аударды. 1930 жылдардың бірінші жартысында қазақ жерінде кеңес өкіметі тұсындағы ұжымдастыру шараларын жүзеге асыру барысын бейнелейтін пьесалар қойылды. Осы жылдары Күләш Байсейітова, Байсейітов, Бейесов, Елебеков, Ержанов, Шара Жүйенқұлова, Қармысов, Әділшінов, Шәкен Айманов, Майқанова, Құрманбаева, Телғараев, Абдуллина, Жұмағұлов, Өгізбаев, Қойшыбаева, Сыздықова, тағы басқа сахна шеберлерінің келуі театрдың күрделі драмалық шығармаларды меңгеруіне жол ашты. Енді осы мәтіннің ішінен бір жай сөйлемге талдау жасап көрейік. Мысалы, мына бір сөйлемді алайық. 1929 жылы театр труппасы Алматыға қоныс аударды. Бір ғана ойды білдіріп тұр. Жай сөйлем. Бастаушы бар. Театр труппасы бастауыш болады. Яғни жақты сөйлем. Тұрлаусыз мүшелері бар. Жайылма сөйлем. Ойға қатысты сөйлем мүшелері толық. Яғни толымды сөйлем. Сөйлемде баяндауыш қызметін атқарып тұрған етістіктен іс-әрекеттің іске асырылғанын білеміз. Яғни болымды сөйлем. Етістікпен аяқталған сөйлем, етістікті сөйлем. Енді сіздердің назарларыңызға қысқа видео ұсынамын, мұқият тыңдаңыздар. Бұл видеоның мазмұны бізге жинақы мәтін жазуға керек болады. Жаралы жанның жанардан жасын тиятын, соқыр кеудеге сиқырлы сезім құятын, бетіңде барда ар ожданың мен ұятың, өнердің қара шаңырағы сенсің, театр. Көрермен залы іштегі у-шу басылды, қанқызыл түсті шымылдық жайлап ашылды, ар жағында басталды дағы бір өмір, көрсетіп жатыр сан мың жылдармен ғасырды. Батырдың үні бабадан бата сұраған, арудың үні айғайлап құздан құлаған, баланың үні анасын жоқтап жылаған, ананың үні Алладан медет сұраған.
Қозының үні баян деп тауды жаңғыртқан, жібектің үні төлеген дүздеп зар жұтқан, халықтың үні елімай әнін зарлатып, қалмақ пен жоңғар жерінен қуып қаңғытқан. Ал енді бірде сахна іші бір түрлі. Басқарнаға апарар қуып ырқыңды, қуалап шығып іштегі ала бұлтыңды қарап отырып тияда алмайсың ырқыңды. Жігерің жетсе қарап отырып шыдап көр, бірге күлсе жыласа бірге жылап бер. Сенбесең келде көзіңмен көрде сынап көр, бойыңа қуат, ойыңа шуақ беретін өмірде адам, өнерде аты шын актер. Тексіз бен шексіз көбейіп тұрған қоғамда театр керек, маған да, саған, оған да, қалмасын десең рухың бұғау боданда, өнерге өмір тілек біздер оданда. Асылық айтсам, жаратқан ием кешірім. Өнердің қара шаңырағы десем несімін, арымен жуып, ұяты менен тербеткен, театр менің ер жеткендегі бесігі. Жинақы мәтін дегеніміз не? Жинақы мәтін бастапқы мәтіндегі негізгі идеялар мен ақпараттарды сақтай отырып, мәтін көлемін ықшамдау және өңдеу. Жинақы мәтін негізгі мазмұн сақталған, екіншілік өңделген мәтін. Мәтінді толықтай түсіне отырып, мәтіндегі негізгі ойды басқа формамен қысқаша бекіту үрдісі. Жинақы мәтін тек автор идеясынан ғана тұруы керек. Түпнұсқа мәтін жинақы мәтінге айналады. Жинақы мәтінді қалай жазу керек? Мәтіннің негізгі ойы, тақырыптағы мәтін не үшін жазылды? Автор не айтқысы келді? Қайда, неге назар аударғысы келді? Нені дәлелдеу керек деген бөліктерден тұрады. Жинақы мәтін түпнұсқа мәтіннен 75%-ға дейін қысқа болады. Жинақы мәтін жазудағы мақсат оқырманды мәтін мазмұнының негізгі идеясымен таныстыру және түпнұсқаны оқуға кететін уақытын үнемдеу. Аннотация кітаптың, топтама жинақтың, қолжазбаның қысқаша сипаттамасы. Мақсаты ғылыми мақаланың, шығарманың негізгі мазмұны, құрылымы, ерекшелігі туралы түсінік қалыптастыру. Жинақы мәтін жасаудың тәсілдері. Бірінші, жалпылау, немесе жеке ақпараттарды біріктіру. Бір негізгі оймен байланысты сөйлемдерді, ұқсас құбылыс, оқиға фактілерді және бір ойды білдіретін сөйлем мүшелерін біріктіру. Екінші, алып тастау, қосымша ақпараттарды алып тастау. Кіріспе сөздерді, сөйлемнің бірыңғай мүшелерін, қайталауларды, мәтін мазмұнын түсінуге нұқсан келтірмейтін сөйлемдерді алып тастау. Алмастыру, құрмалас сөйлемдерді жай сөйлемдермен алмастыру. Баламалы синонимдермен алмастыру. Мазмұндық өңдеу, мәтінді мұқият оқу, немесе тыңдау және негізгі қосымша ақпараттарды анықтау. Қосымша ақпараттарды сызып тастау. Негізгі ойды білдіретін тірек сөздерді, сөйлемдерді белгілеу. Автор ойын, баяндау желісін сақтай отырып, мәтіндегі негізгі ойды ықшамдау. Мәтін түпнұсқасының сілтемесін көрсету. Мысалы, Абай айтқандай, ұлан газетінде, мақалада сияқты сөздерді қолдану. Тапсырма. Құрметті оқушы, бүгінгі театр туралы оқыған, тыңдаған мәтіндерді негізге алып, берілген нұсқауға сүйене отырып, жинақы мәтін, аннотация жазыңыз. Көңіл қойып, тыңдағандарыңыз үшін рахмет.